Ақжан батыр ертеде бір бай өмір сүріпті. Оның малы көп екен. Жылқысының саны 6 үйір айғыр болыпты. Оларды көктем, жаз бойы шөбі шүйгін, суы мол, шұрайлы жерлерде бағатын көрінеді. Жаз өтіп күз таянғанда жылқыларды бағу қиынға түседі. Бір жағынан жылқыларға қасқыр тисе, екінші жағынан оларды шетінен білдірмей ұрлайтын бір ұры пайда болады. Бай қыстың таянып келе жатқанын ойлап, әр малының күнделікті жоғалуын тыю үшін сенімді жылқышы іздейді. Сол кезде елге аты белгілі әрі батыр, әрі мерген Ақжан деген жылқышы болыпты. Оның мал дегенде жалғыз торы аты бар екен. Батырдың ерлігін бай ести сала Ақжанның үйіне барады. Ақжан батырға жалынып: менің 6 үйір жылқым бар. Оларды бір ұры білдірмей ұрлап жүр. Егер жылқыларымды қыстан аман есен алып шығып, 6 ай бағып берсең, бір үйір жылқыны ақыңа беремін дейді. Жарайды, бақсам бағайын, тек қасыма 5 кісі беріңіз деп Ақжан батыр келіседі. Қасыңа өзімнің інімді беремін. Қалған 4 жылқышы ауыл адамдары болады дейді бай. Ақжан батыр құп деп торы атына мініп, байдың ауылына келеді. 6 үйір жылқыны түгел санап, 5 жылқышыны қарамағына алады. Бұдан кейін олар қостанып, жылқыларды шөбі қалың, суы мол, қоғалы жерге айдап әкеледі. Ыңғайлы жерге жылқышылар 6 қанат киіз үй тігеді. Онда бірігіп тамақ ішеді, кезекпен демалады. Боран күндері паналайды. Басы артық киім-кешектерін қояды. Осылай күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатады. Жылқылардың жоғалуы тоқтайды. Күндердің бір күні Ақжан батыр жылқышыларды қосқа жіберіп, 6 үйір жылқымен жалғыз өзі қалады. Отырған орындарына оралған жылқышылар кешке қарай бір ту биені сойып, етін тай қазанға асады. Олар етті жеп, сәл тынығып алған соң жылқыға бармақ болады. Бірақ тамаққа тойып алған бай інісінің маужырап ұйқысы келеді. Ол өтірік ауырған болады да киізге оранып үйде қалады. Қалған 4-еуі аттарына мініп жылқыға кетеді. Жылқышылар оралған соң енді Ақжан батыр тынығып, тамақтанып келмек болады. Батырдың торы аты бар еді. Ол алдынан кеткен қараға жетпей тынбай, артынан қуған қараға ізін білдірмейтін жүйрік екен. Ақжан осы торы атын желдіріп үйге қарай бет алады. Жақынырақ келгенде 6 қанат киіз үйдің орнынан 4 сүйем жоғары көтеріліп тұрғанын байқайды. Астынан оттың сәулесі көрініп тұр. Мұнда не болды екен деген оймен ол есікке таман келеді. Іштен отқа бірдеңе қақтап отырған жалғыз көзді Дәуді көреді. Ал байдың ауырып қалған інісі көрінбейді. Босағада қан-қан киімдер жатыр. Шамасы байдың жалқау інісін осы Дәу өлтірген болу керек. Ақжан батыр көп ойланбастан Дәудің жалғыз көзін дәлдеп атады. Сол кезде Дәу 6 қанат үйді көтеріп ала жөнеледі. Жол жөнекей ол көтеріп кеткен үйдің қанаттары шашылып қалады. Артынан қуған Ақжан батыр Дәудің ізіне түседі. Қараңғы түскен кезде Дәу апандай бір інге жасырынады. Батыр да атын қаңтарып қояды да қолына саржасын ұстап сол інге кіреді. Осылай Дәудің артынан ілесіп отырады. Қараңғы үңгірмен біраз жүрген соң Ақжанның қолы Дәудің жалаңаш денесіне тиеді. Сүйреп алып шықса, Дәу қатты жарақаттан өліп қалған екен. Енді Ақжан батыр атына отырып құстай ұшып жолдастарына оралады. Болған оқиғаны түгелдей баяндайды. Бәрі бірігіп құлап қалған киіз үйді қайтадан тігеді. Келесі күні Ақжан батыр жолдастарына: мен елге барып байға бұл оқиғаны айтайын. Естуімше Дәу 3 ағайынды дейтін еді. Ағаларының өлгенін естіп, қалған 2 бауыры маған келер, сендерге тимес. Осында қалып жылқыларды жақсылап бағыңдар дейді. Жылқышылар мақұлдап қош айтысады. Ақжан батырды жолға шығарып салады. Байдың елі салт аттыға 3 күндік жол екен. Ақжан батыр шыққан күні
Кешке бір ауылға келіп тоқтайды. Шеткі үйге кіріп түнеп шығуға рұқсат сұрайды. Үй иелері Батырды қарсы алып қонақ етіп күтеді. Біраздан кейін ішке тағы бір адам кіреді. Үй иелері оны да жылы шыраймен қарсы алып Батырдың қасынан орын ұсынады. Әңгімелесе отырып, әлгі адам кетерінде Ақжаннан қай жерге жатып ұйықтайтынын сұрайды. Өзі түннің уақытында оралып, мұның қасына жатқысы келетінін айтады. Ақжан Батыр оған: шапанымды айқара жамылып, есіктің алдында тораттың шылбырын беліме байлап жатармын, дейді. Ақжан Батыр бұл адамның жаман ойы бар екенін сезген еді. Түнде иелері ұйқыға кеткенде есіктің алдына қазық қағып атын байлайды. Сол араға томарды әкеліп үстіне шапанын айқара жабады. Өзі есік алдындағы сайға жасырынады. Саржасын қолына ұстап бақылап отырады. Түн ортасы ауған шақ. Бір кезде аспаннан бір үлкен қара құс ұшып келеді. Ат байлаулы тұрған жердегі адам кейпіне ұқсас шапан жамылған ағашты төбесінен төніп келіп, өткір тырнақтарымен бүріп алады да ұша жөнеледі. Ұйықтамай аңдып жатқан Ақжан Батыр атына қарғып мінеді. Қарақұстың ізімен шабады. Ақжанның жүйрік аты желдей ұшады. Лезде құсқа жақындаған Батыр саржасымен атып қалады. Құс құлаған жерге жақындап барады. Өліп жатқан екінші дәу екен. Келесі күні қонған үймен қоштасып, Ақжан Батыр сапарын одан әрі жалғастырады. Кеш батып, жолда кездескен тағы бір үйге аялдайды. Мұнда да осындай оқиға қайталанады. Бұл жолы Ақжан Батырдың көзін жоймаққа үшінші дәу аю кейпінде келіпті. Екеуі арпалысып ұзақ алысады. Бірақ Ақжан Батырдың күші басым түсіп, аюды жерге атып ұрады. Үшінші дәуде де осылай жан тапсырады. Дәулердің көзін жойған Ақжан Батыр жолын әрі қарай жалғастырады. Кешқұрым байдың еліне жетеді. Байға барлық болған оқиғаны баяндап береді. Інісінің дәудің кесірінен қаза тапқанын естіртеді. Бауырынан айырылған бай қатты қайғырады. Дегенмен үш дәуден құтылғанына қуанған ол, ел жұртының аман қалғанына шүкіршілік білдіріп, үлкен той жасайды. Ат шаптырып, ас береді. Той өткен соң біраз тыныққан Ақжан Батыр кері оралады. Жанындағы серіктерін ертіп байдың жылқысын айдап әкеледі де оларды иесіне тапсырады. Бай малын аман баққаны және дәулерді өлтіргені үшін Ақжан Батырға бір үйір жылқы береді. Қасына қосқан көмекшілерін де ренжітпейді. Батыр еліне үлкен олжамен қайтады. Адал еңбегімен тапқан жылқыларын үйіне айдап әкеледі. Бұрынғы басынан өткен жоқшылығын ұмытады. Әлсіздерге қамқор, ел жұртына пана болады. Осылай Ақжан Батыр мұратына жеткен екен.